Сәлем қыздар, бүгін сіздермен соло печеньесін дайындаймыз, яғни ПП печенье дайындап сіздерге соның рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны бассаңыздар, менің видеоларымды ең бірінші болып сіз көре аласыз. Арықтау барысында бірінші перекусқа дәл осы печенье жесеңіздер, мүлдем себірмейсіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: күріш ұны. Күріш ұны аса қатты қажет емес. Сұлы, жұмыртқа, фитпараттың қант алмастырғышы және қопсытқыш, бір банан қажет болады. Егер де сізде қант алмастырғыш болмаса, онда қосудың қажеті жоқ, бананның өзі негізі дәмді. Печенье дайындау үшін ең алдымен бананды қабығынан шығарып, оны ыдысымызға салып, шанышқының көмегімен жақсылап, майдалап, езіп, ұсақтап аламыз. Жақсылап ұсақтап болған соң, сұлы жармасын саламыз. Сұлы жармасы шикі күйінде. Жұмыртқа мен күріш ұнын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Қант алмастырғыш менде фитпарат, бір ғана данасын саламын, соның өзінен дәмді болып шығады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, дөңгелек формаға келтіріп, осылай видеодағыдай жасап аламыз. Пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Менде 15-20 минутта пісті. Міне қыздар, біздің соло печеньеміз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздері жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, арықтағысы келіп жүрген қыздарға менің каналымның сілтемесін жіберіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Құрметпен сіздермен болған Айнагүл. Келесі видеода жолыққанша. Қыздар, менің каналымда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецептерді таба аласыздар. Сол үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.